Бисмиллах, ассалаумағалейкум, құрметті барша ағайын. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда көптеген жастар, көптеген азаматтар деструктивті діни ағымға қарай бейімделіп кетіп жатқан жайттар бар. Өздеріңіз білетіндей, оған себеп болып жатқан әлеуметтік желі. Яғни көптеген жастарымыз сол әлеуметтік желі арқылы өзіміздің Қазақстан мұсылман діни басқармасының ұстаздарының уағыздарын емес, керісінше шет елдің уағыздарын тыңдап, сол жаққа қарай бейімделіп кетіп жатқан жайты бар. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда көптеген жастар шетелге діни білім алуға барады. Бірақ кез келген ел, кез келген медресе ол қауіпсіз емес. Діни білім ол үлкен бір жауапкершілік. Сондықтан тек ресми рұқсат берілген, Қазақстан мойындаған оқу орындарында ғана оқу ол қауіпсіз. Білім іздеу ол жақсы, бірақ қауіпсіз одан да жақсы. Яғни қауіпсіз білім одан да жақсырақ. Сол себепті құрметті барша ағайын, қандай да бір жағдай болмасын, өз маманына жүгінген жақсы болады.